егін, дәнді дақыл егіп, мал өсірген шаруаларды қолдайықшы деп ауыл шаруашылығына бөлінген субсидияларды қолды қылып келгендерге тықыр таянды. Қалай дейсіздер ме? Салықтың есебі ретінде сізбен біз қалтамыздан беретін миллиардтарды жымқырғандардың схемасы белгілі болып қалды. Әп-сәтте міне субсидияға жауапты 30 адам ұсталды. Ұстау операциясы әлі де жалғасады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаевтың өзі тексеріңдер, қадағалаңдар, бақылаңдар, аямаңдар, түрмеде орын бәріне жетеді деді. Субсидияның да сұрауын сұрайтын кез келді. Ашқалаң бүгін осы тақырыпты көтереді. Экранға жақындаңыздар, кеш жарық деймін. Патша көңілді көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Қандай да бір сұрақтарыңыз болса, төменде көрсетілген телефон нөміріне хабарласыңыздар. Не болмаса, WhatsApp әлеуметтік желісіне жазсаңыздар болады. Сондай-ақ біздің міне экранда Zoom платформасы арқылы онлайн тамашалап отырған көрермендер бар. Сіздерде сұрақ қоя аласыздар, тақырыпқа атсалысайық дегім келеді. Бүгінгі студия қонақтарымен танысырып өтуге рұқсат етіңіздер. Қазақстан Республикасы парламенті мәжілісінің депутаты Фахриддин Қаратаев мырза. Ауыл шаруашылығы министрінің кеңесшісі Төлеутай Рахымбеков, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің превенция қызметі басшысының орынбасары Ғанижан Асанұлы, ауыл шаруашылығы кооперативінің төрағасы Табылды Тезекбаев мырза, қош келдіңіздер. Енді осы қарашаның басында сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі бір емес өзі бірнеше, қателеспесем, 7 өңірде әкімдікте жұмыс істейтін кәдімгі лауазымды қызметте отырған қызметкерлердің арасында да сыбайлас қылмыстық топтарын анықтады. Енді субсидияға байланысты жемқорлықтың бар екендігін бәріміз білетіміз, бірақ әп-сәтте 30 адамның ұсталуы енді бұрын соңда болып көрмеген. Ғанижан мырза, бұлайша білек сыбана кірісулеріңізге не себеп болды? Bir шағым түсті ме? Әлде осы саланы әбден бір асықпай бақылап зерттедіңіздер ме? Жалпы бүгінгі күні ауыл шаруашылық саласы, оның ішінде субсидиялау саласы халық тарапынан өте шағымға көп түсетін салалардың бірі. Сондықтан да тәжірибені келіп түсіп жатқан арыз шағымдарды зерделей отырып, тікелей мемлекет басшысының тапсырмасына сәйкес осы салаға талдау жүргізу жұмыстарын біз маусым айында бастаған болатынбыз. Президенттің тапсырмасына сәйкес тиісті жұмыс тобы құрылды. Оның құрамына тек қана агенттік емес, сонымен қатар бас прокуратура, қаржылық мониторинг агенттігі, экономика, қаржы, ауыл шаруашылығы министрлігі, сондай-ақ Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының өкілдері кірді. Сондай-ақ тікелей халықпен тікелей байланыс орнату мақсатында арнайы электрондық пошта ашылды, WhatsApp желісіне номер жасалған болатын. Осылайша біз халықтың пікірін ескере отырып, қолданыстағы нормативті құқықтарды, оның ішінде субсидия беру ережелерін талдай отырып, екі салада, яғни осы саладағы бірыңғай саясатты қалыптастыратын ауыл шаруашылық министрлігінде, сондай-ақ жергілікті жерлерде субсидияның бөлумен айналысатын ауыл шаруашылық басқармаларының қызметінде тиісті талдау жұмыстарын жүргізген болатынбыз. Талдаудың алдын ала нәтижелерін жуырда өзіңіз атап өткен жиында Екібастұз қаласында болған жиналыста мемлекет басшысына агенттік төрағасы Марат Мұратұлы жеткізген болатын. Жалпы бұл талдаудың алдын ала нәтижелері осы салада бірқатар кемшіліктердің, жүйелі кемшіліктердің барын көрсетті. Олардың ішінде ең бастысы көңіл аударатын. Біріншіден бұл субсидия беру ережелерінің кемшілігі. Және де екіншісі ақпараттық жүйелер, яғни субсидия алу үшін қолданылатын ақпараттық жүйелеріндегі кемшіліктер. Үшінші, лауазымды тұлғалардың жауапкершілік тетіктерінің болмауы. Мәселен, ережелерді айтатын болсақ, бүгінгі күні 50-ден астам субсидияның түрі бар, оларды беру тәртібін реттейтін 13 ереже бар. Бұл ішінде сіздер жаңа ұсталған азаматтар бар ғой, біз жалпы субсидия деп атаймыз, түрі көп қой енді, мал шаруашылығы, егін шаруашылығы, дәнді дақылдардың тыңайтқышына берілетін, басқа да түрлер. Жемқорлық қай саласында өршіп тұр, әлде барлығында бірдей қамтып жатыр ма? Негізі талдаудың барлығында барлық салалар қамтылған болатын, бірақ ең көп көңіл аударатын бұл мал шаруашылығында байланысты, оның ішінде ірі қараны субсидиялауға байланысты. Мәселен, осы бағана ақпараттық жүйелерді атап өттік, субсидия алу үшін қолданылатын. Сол ақпараттық жүйелердің ақауларының нәтижесінде елімізге асыл тұқымды мал есебіне келген малдардың
бірнеше рет субсидияланғаны, немесе экспортталған, немесе союға жөнелтілген малдардың деректерін пайдалана отырып, тағы да басқа малдардың субсидияланғаны анықталған болатын. Осы кемшіліктерді ескере отырып, талдаудың нәтижесімен тиісті ұсынымдар әзірленді. Ол ұсынымдар бірінші кезекте қолданыстағы ережелерді одан әрі жетілдіру, екіншіден ақпараттық жүйелердің халыққа барынша жетімді болу, барынша тиімді болу мақсатында ұсыныстар. Және де айта кететін мәселе, бұл салада біз уәкілетті орган емеспіз, және де сол саладағы уәкілетті орган ретінде цифрлық даму министрлігінің басқа да құзырлы органдар тарта отырып тиісті ұсынымдарды әзірлеген болатынбыз. Енді Фахри мырза қараңызшы, енді біз жарайды, бір күнде 30 адам ұстадық, иә? Бірақ бұл жемқорлық кеше ғана пайда болған жоқ қой. Бұл 5 жыл бұрын ба, 10 жыл бұрын ба, 30 жыл бойы жүзеге асып келе жатыр ма, кім білсін? Жалпы субсидия мақсатты жұмсалып жатыр ма, жоқ па? Бұны қадағалайтын кім бізде? Бақылау болмаған ба сонда осы уақытқа дейін? Бұны қалай түсінсек болады? Енді өздеріңізге белгілі барлық субсидия беру мәселесімен толыққанды облыс әкімдігі және аудан әкімдіктері толыққанды солардың оның ережесінде болған. Себебі республикалық бюджеттен субсидиялау мәселесі қаралғаннан кейін сол өңірлерге беріледі. Сол бөлінген субсидияны өңірлерде өздері ауыл шаруашылық департаменттері, ауыл шаруашылық бөлімдері, соның ішінде сөйердегі барлық стат данныйның барлығын сол аудандық және облыстық деңгейде олар жүргізеді. Соған қарап субсидиялау мәселесін солар арқылы шешіледі. Яғни көп жағдайда облыстық аудандық деңгейде дейді. Расымен солай ма, Төлеутай мырза? Енді бүгінгі күні Бәкеңнің айтқанына толықтыра кетейін. Жаңа бюджетті бөлінген кезде ережені әзірлейтін ауыл шаруашылық министрлігі. Одан кейін жаңағы 350 миллиард теңге республикалық бюджеттен ақшаны алады, ауыл шаруашылық министрлігі облыстарға трансфертпен бөліп береді. Әрі қарай облыстық әкімшілік пен аудандық әкімшіліктер енді әртүрлі субсидияның әртүрлі жолдары бар, солар бөледі. Дұрыс. Сол кезде жаңағы сыбайлас жемқорлыққа жол беріледі. Ол бір, екіншіден, бірақ жаңағы Ғайнижан өзі айтып кеткендей, ол ережелердің өздерінің тетіктері. Жаңа мен айтқан жоқпын, Ғайнидың өзі айтып кетті, мысалы, қай жерде ең көбі? Мал шаруашылығы. Оның ішінде ірі қара мал. Ол туралы біз, мен өзім мысалы маман ретінде 16 жылдан бері жазып келе жатқанмын. Анау әлеуметтік желілерде мысалы жаңағы шетелден мал әкелеміз, сиыр етін экспортқа шығарамыз деп, жаңағы қомақты ақша бөліп, сол жерде ережелерде кәдімгідей сол жазғанның өзінде көрсеткенбіз. Мына жерде сыбайластық жемқорлыққа жол ашылған. Бұлай субсидия берілуге болмайды деп. Енді мысалы жалғыз бір оны министрлік қадағалай алмайды ғой яғни. Енді сол кездегі басшылықтан оны сұрау керек. Мысалы жалғыз сол сиырдың етін өндіру үшін 8 түрлі субсидия берілетін. 8 түрлі бір сиырдың еті үшін экспортқа шығарамыз деп. Сиырдың етінің бағасы экспортқа шыққанда шекарада 700 теңге болса, оның үстіне 1,5 мың теңге субсидия төлейді. Сол кезде мен айтатын, ондай субсидия беретін болса, мен онда Қостанай облысында далада суықта лимонды да өсіре аламын. Неге тек қана бір өнімге ғана осыншама көңіл деп. Ал енді биылғы жылы шілде айында өздеріңіз білесіздер, басшылық ауысты, содан бері енді бірден өзгере ма? Осы соны айтып келе жатырмын. Дәл мысалы осы антикор агенттігінің басшылығымен бірге кездесіп, мысалы тамыз айында жиналыс өткізіп, бірге басшыларымен бірге жаңағы сыбайлас жемқорлықтың жолдарын, оның рискілерін мысалы талдау жұмыстарын бірге қарап, осы қалай бұны шектеу қоямыз осыған деген бір шешімге келейік деген кездесу өтті. Өтті ма? Осы тамыз айында, осы 2021 жылы Марат Мұратұлы Ахметжанов өзі өткізді. Ауыл шаруашылық министрлігінен 2 вице-министр қатысты, департамент басшылары қатысты, мен енді кеңесші ретінде өзім де қатыстым. Енді Ғайнижан мырза, былайша айтқанда мал шаруашылығын айтып қалдық қой, ірі қараларды. Қандай схема бойынша жымқырып келген бұлар ақшаны? Жалпы қолданыстағы мысалға бір дәлелін келтіріп берсеңіз, иә. Бағана айтып отқан ақпараттық жүйенің ақаулығы, яғни деректер өзгертіледі. Малдың жынысы, жасы өзгертіледі. Немесе бұрын субсидияланған малдың орнына соның деректерін пайдалана отырып, тағы да бірнеше рет субсидиялады. Яғни бір елге келген малдың есебінен 3-4 рет субсидия алу жағдайларда орын алған. Және де союға жөнелтілген немесе экспортталған малдың деректерін ескере отырып, тағы да басқа жоқ малға субсидия алынған. Оны өзгерту кімнің қолында болып тұр сонда? Оның өзгерту сол жүйеге тікелей
Жалпы нақты мына адам жауапты деген адам табу мүмкін бе бұл жерде? Қазіргі кезде тиісті тергеу амалдары жүргізілуде. Және де бағана өзіңіз бастапқыда 30 адам әшкереленді деп жатсыз. Ары қарай басқа да адамдардың сол қылмыстық схемаларға қатыстылығы айқындалып жатыр, қосымша тергеу амалдары жүргізіліп жатыр. Және де өзіңіз бастапқыда айтып өттіңіз, 7 өңірде, бірақ тәжірибе көрсетіп отқандай, ол тек қана бір өңірлерде іске асырылып жатқан схема емес. Сондықтан да бұл мәселенің жүйелілігін ескере отырып, басқа өңірлерде де осындай тиісті талдау жұмыстары, амалдары жүргізілуде. Және де бағана жоғарыда ағаларымыздың айтқанына қосып өтетін мәселе жауапкершілік мәселесі. Қолданыстағы ережелердің біз барлығын қарап шықтық, субсидияны беру. Сонда ең басты ақау, сол субсидияның өз мақсаты бойынша пайдаланып жатыр ма? Мемлекеттік қызметшілердің, яғни лауазымды тұлғалардың сол субсидияның бөлумен айналысып жатқан жауапкершілігі мүлдем ережелерде қарастырылмаған. Сәйкесінше сол ережелерде олар жауапкершілігі қарастырылмағандықтан сол схемада сол лауазымды тұлғалардың өздері де болуда. Яғни өздері ұйымдастырып, өздері де мемлекет тарапынан бөлінген ақша қаражаттарын жымқыруға дейін жол барған. Өкінішке орай сондай жағдайлар орын алып отыр елімізде. Былай қарасақ енді құжаттардың бәрі толық тексерілу керек қой бізде. Расында тексерілу керек, бірақ дегенмен сіз өз тәжірибеңізді айтыңыздаршы. Енді жалған құжаттар қолдан жасалатын болса, яғни расымен көмекке мұқтаж шаруалардың қолына субсидия жетпей жатыр деген сөз ғой. Осындай кедергілер көп шықты ма алдарыңызда? Кедергіліктер енді білмеймін, мынау ауыл шаруашылық министрлігі тарапынан субсидияландыру ережесі бойынша біздің миымызға келмейтін бір қағаздар талап етеді бізден. Жайылым жерді жоспарлау деген ол кімнің құзырында екені белгісіз. Жайылым жер айналымы. Бұл кім мұндай қағазды беретін біз білмейміз. Ауданның әкіміне барсақ, ауданның әкімі мұндай механизм бізде жоқ дейді. Енді қайдан алатынымызды біз білмейміз. Бұл қағаз, екі қағаз болмаса, біздің субсидияға деген құжаттарымызды қабылдамайды. Осы жерде. Енді бұл жоғарыдан министрліктен, ауыл шаруашылық министрліктен түскен қағида деп бізге жауап береді. Содан жүрген біз барып жаңағы қандай түйткілдер бар? Айтыңыз, тікелей эфирде. Сол жаңағы жерде мынау малдарды сәйкестендіру. Бір ауылда мысалға 200 сиыр болса, 250 сиыр болса, ол жерде 15 бұқа болу керек. Бір сиырға, бір бұқаға 25 сиырдан келеді. Енді соның төлін көрсетуіміз керек. Төлін, туған. Анау сиырдың соңында қай бұқа жүргенін анықтауымыз керек сонда. Субсидия алу үшін. Сол, субсидияны алу үшін. Ол малшы, ол жүрген жерде жаңағы сиырдың соңынан жүреміз бе, 200 сиырдың соңынан қай бұқа жүрді, анау сиырдың соңынан қай бұқа жүрді. Былайша айтқанда құжатта әкесі кім, шешесін көрсетуің керек. Көрсету керек, жеті атасына дейін көрсету керек сияқты болып тұр, былай қарап тұрсаңыздар. Бұл өзі миға сәйкес келмейтін, қай жерден, шетелден алған қағаздар мекен, құжаттар мекен белгісіз. Енді мынау ауылдың жеке шаруасында тұрған, қорасында тұрған 1-2 сиырға жайылым жер айналымын талап етеді. Сол жерде жайылым жер айналымын талап етеді. Соның тағы да бізге сол субсидия алуға кедергі болып тұр. Ендігі тағы келесі мәселе, ендігі жылдан бастап электрондық чипирование дейді. Электронды түрде әлгі сиырларға чип орнату керек. Сол чипті қайдан аламыз? Кім бізге оны орнатып береді? Сиырдың құйрығына орната ма, мойнына орната ма, терінің астына орната ма? Оның механизмі жоқ. Ары қарай қарастырылмаған. Ауыл шаруашылық басқармасының жаңағы мал дәрігерлік бөліміне бүгін хабарласып сұрасам, қайдан алам десем, мен оны айта алмаймын дейді. Чипті қайдан алам десем, айта алмаймын дейді. Кім маған оны орнатып береді, білмеймін дейді. Сонда талап бар, талап бар, іске асыратын механизм жоқ. Сонымен жаңағы ауыл шаруашылығының ауылдағы жаңағы жеке шаруа қожалықтары бастары қатып, көбі мынау кезінде біздің мынау Зеренді ауданында 89 ауыл бар екен, 63 мектеп бар екен. Сол 89 ауылдың қақ жартысы СПК болатында. 15-ші жылы. 15-ші жылы қандай жақсы басталды. Асыл тұқымды, сүтті, етті бұқалар алып келдік. Ауылдарға бәрі де таратып, ауылдың кісілері бәрі мәз-мәйрам болып осы қуанышқа бөленді. Енді осы соңғы 2 жылда мынау субсидияның қағидаларын ай сайын өзгертті. Біресе анау қағаз керек, біресе мынау қағаз жетпей жатыр. Жаңағы неменен нөмір, регистрационный нөмір, СПК-ның регистрационный нөмірі керек. Түсіндім енді. Төлеутай мырза, сен қазір министрдің кеңесшісі ғой.
не айтасыз? Табылды мырзаның уәжі қаншалықты орынды? Жоқ, бұндай пікірлер өте көп. Ол қазіргі министрлікте белгілі. Осы жолдарын жеңілдету, ережелерге қандай өзгеріс кіргізуге туралы талдау жұмыстары қазір жұмыс істеп жатыр. Жұмыс тобы құрылған министрлікте. Қабекеңнің айтқанындай, ол сияқты мысалы 10, 20, 100 мысал келтіруге болады. Неше түрлі мысалы талаптар қойылған, шаруалардың тіпті орындай алмайтын. Мен де мысалы бір нәрсені келтірейін, қазір осы телевизорда бағдарламаны көріп отқан фермерлердің көбісі қолдайтын шығар. Бүгінгі күні бір субсидияны ала алмай жүрген жолы бұл кредит алған кезде, несие алған кезде сыйақыны субсидиялау. Мысалы басында алған кезде 17%-бен, одан кейін 10%-ын мемлекет субсидия жасайды, сонымен түбінде 7%. Бірақ соңғы 2-4 жылдың ішінде мысалы фермерлер оны көріп отқан жоқ ол субсидияны. Республикадан ауыл шаруашылық министрлігінен субсидия кетеді, жергілікті органдарға, о жақта, әр жағында жоқ. Осыны мен 15-ші жыл айтқам. Механизм былай, аграрлық несие корпорациясы несие серіктестіктерге береді, несие серіктестік мысалы фермерлерге береді. Сонда субсидия түбінде фермерлер жүгіріп жүріп, құжатты іздеп, құжатты дайындап, ауданның ортасында, облыс орталығында сөйтіп жаңа құжаттармен басы қату керек. Сол кезде мен сұрағам, неменеге фермердің басын қатырасыңдар? Дұрыс. Неге осы Нұрордадан, Нұр-Сұлтаннан, елордамыздан ақша шыққанда бірден арзандатылып шықпайды? Бірден сол 6-7%-бен. Сонда маған берген жауабы. Біз фермерлердің қаржылық білімділігін ілгерілеткіміз келеді. Сонда мен күлгем. Сендер біздің фермерлерден де Рокфеллер жасамақшысыңдар ба? Ол өзінің қолындағы бар малын бағып, егінін егіп, сөйтіп өнімін өндірсе, соған рахмет айтпайсыңдар ма? Басқа нәрсеге бас ауыртпау керек қой. Ал енді ана жерде 10 мың фермер несие алады, сонда 10 мың құжат жинау керек. Ана жерде егерде Нұр-Сұлтанда болатын болса, бірақ құжат. Мысалы. Сол сияқты жаңағындай мысалы бұл жерде қағаз басылық, бюрократия өте көп сияқты. Талаптардың ай сайын өзгеріп. Талаптар өзгеріп отырады. Одан кейін талаптардың өздеріне де мысалы түсініксіз талаптар қайдан шыққан мысалы. Фахриддин мырза, бұл ұсыныс ақылға қонымды сияқты. Өте дұрыс айтылып отқан мәселе. Көптеген жерде осы мәселе бойынша біз халықпен кездесулерде жүргенімізде де осы мәселе көп көтеріліп жүрді. Осы мәселе бойынша да депутаттық сауалнамалар жолданды уақытысында. Алды неде 2019 жылдар, 2018 жылдарда бұл мәселе бойынша жергілікті бағана мен айтып өттім. Қазір ғана мені Тәкең өзі айтып отыр. Бұл жергілікті атқарушы биліктің өзі, жергілікті барлық ауыл округтеріндегі, аудандағы, облыстағы мал санының басын олар толыққанды біледі. Бірақ білгенімен тағы да артында басқа бағана айтқандай мәселелер туындап жатады. Бұның барлығы алып келгенде ана шаруаға, фермерге өзінің үлкен бір азабын тигізіп отыр. Сондықтан біз бұның бәрімізді міне қазір ауыл шаруашылығы министрлігінің қазіргі атқарып отқан жұмыстары, бұл кісілердің барлық жерде біз комиссия құрдық, сол комиссиямен бірге жұмыс жасап отырмыз. Солардың толыққанды барлығын алу керек. Соның арқасында ертең халыққа толыққанды мемлекет тарапынан беріліп жатқан субсидия әрбір фермерге, әрбір қожалыққа соның өзінде барып. Жалпы өзі қай сала болмасын біздің осы жергілікті басқармалар бар ғой, әкімдіктер, облыс аудан. Олардың үстіне бір майшамен қарайтын кез келген сияқты. Бізде қазір енді қысқаша ғана құрметті көрермен, үзілістің уақыты, арнамыздан ауыспаңыздар. Тікелей эфирдеміз, хабарымызды жалғастырайық. Мына субсидиялау жүйесіндегі жемқорлық жайында, құрметті көрермен, бүгінгі тақырып. Жаңа өзіңіз айтқандай антикордың басы жақында президенттің алдында есеп берді ғой. Мен Қасым-Жомарт Тоқаевтың бір сөзіне қысқаша цитата оқып бергім келіп отыр. Фактілер әрине өте ауыр, мемлекетке миллиардтап шығын келтіріп отыр. Тергеу жалғасуы қажет, тергеудің сапасы болуға тиістігіне ерекше назар аудартамын. Бұл кесірлі тәжірибе бірнеше жыл бойы орын алып келген атап өткен жөн. Сондықтан тергеу жұмыстарын одан әрі жоғары деңгейде жүргізуді тапсырамын. Барлық жауапты тұлғаны жазалау керек. Түптеп келгенде олардың барлығына түрмеде орын жетеді деді. Жалпы өзімді 2018-2020 жылғы ауыл шаруашылығы мақсаттарына арналған мемлекет бағдарламаларға қатысты 144 заң бұзушылық анықталған екен. Соның 84-і субсидияға байланысты сотқа дейін тергеу істері болған. Енді жақында Түркістан облысында 8 шаруа қожалығы сыбаға мемлекет бағдарламасы бойынша жалған құжат рәсімдеген белгілі болды. Жаңа Ресейден ірі қара мал алдырамыз деп, және әкелгені жөнінде де құжат рәсімдеген. Артынан енді тексеру болғанда жеме-жемге келгенде
құжаттар толық емес. Енді осы жерде бір заңды сұрақ туындайды, сонда бұлар субсидияны қалай рәсімдеді? Мына әкімдіктегі басқармадағылар жауапты органдарда бір айналып өтетін және субсидия алуға шешім шығаратын қосымша бір мекеме бар ма? Әлде бұлардың барлығы бірдей ауыз жаласқан ба? Үлкен қылмыстық топ деп атаймыз ба? Ол ережелерді егер қарайтын болсаңыз, ол жерде бағана айтып отырмыз ғой, лауазымды тұлғалардың тікелей субсидияның бөлімі айналысатын. Олардың жауапкершілігі қарастырылмаған, және де ұсынылатын мәліметтердің шынайылығына, дәлдігіне фермерлердің өздері жауапты. Олардың өздеріне жауапкершілік қарастырылмаған. Өздеріне қарастырылмаған. Сол қолданыстағы ереженің басты кемшіліктерінің бірі осы. Сәйкесінше сол ақауды ескере отырып, сыбайластықтың орын алып отыр. Яғни лауазымды тұлғалар сол ережедегі кемшіліктерді біле отырып, сондай қылмыстық іс-әрекеттер Осы талапты қатаңдату керек шығар бізге. Сондықтан да қазіргі кезде жоғарыда атап өткен барлық кемшіліктерді жою бойынша агенттік тарапынан 167 ұсыным әзірленді. Ауыл шаруашылығы министрлігіне сол ұсынымдар орындау үшін жолданды бүгінгі күні. Болашақта егер соның барлығы ескерілетін болса, ашық әрі әділ субсидия берудің жүйесі қалыптасады деп біз сенеміз. Және де әрбір ұсынымның орындалуына тікелей атсалысуға дайынбыз. Мен тағы бір цитат оқып берейін сіздерге. Мына Казачкоп офсайт дейтін телеграм арнасында субсидия алудың тағы бір схемасы туралы айтылыпты. Нақтылап жазған екен. Былай дейді: коррупциямен күресуші орган асыл тұқымды малдың субсидия қаражатын қалтаға тоғытудың схемасын әшкереледі. Схема қарапайым. Мемлекет асыл тұқымды сиырлар мен бұқалар сатып алынғанда оның құнының жартысын субсидиялайды дейді. Солай ғой? Дұрыс. Бұған қоса фермер қалған жартысына жеңілдетілген кредит ала алады. Ақша қолына түскеннен кейін фермер ол малын Өзбекстан мен Тәжікстанға сатады. Қымбат ірі қара мал кеденнен жалған құжаттар арқылы өтеді. Ал ресми түрде ол мал тосынан өршіген инфекцияға бола немесе аяғы сынды деп сойып тасталған болып есептеледі. Бұл схемаға фермерлер, кеденшілер, ветеринарлар, елордадағы шенеуніктер атсалысқан дейді. Көрдіңіздер ғой, субсидияны алады, жеңілдетілген несиені алады, жалған құжаттармен шетке шығарып жатыр. Ол енді инфекция жоқты, ауырды, өлді, аяғы ақсақ-тоқсақ болды деген сияқты. Және енді фермерлерді айтты, бұл жерде ветеринар, тіпті елордадағы шенеуніктер атсалысқан дейді. Ендеше бұмен күресу оңайға соқпайтын сияқты ғой, Фахриддин мырза. Енді қазір бұл кісінің айтып отқан мәселесі өте бір жанды дұрыс деген бір неге айтуға болады. Себебі жергілікті жердегі бағана айтқанлағандай, жергілікті жерлердегі біз мына өзіміздің ақауларымызды түзетпей, біз мына субсидиялау мәселесін қараңызшы. Сол жердегі билікті мамандар отыр, мемлекеттік қызметкерлер ана шаруалармен өздері тіл біріктіріп, сол жердегі мысалы жалған құжатты ол өзі үйретіп тұр ғой, өзі айтып тұр ғой, мына құжатты алып келесіз, мына құжатты алып келесіз, давайте сізге мынадай субсидия шығады деген мәселені көтеріп айтып отыр. Дұрыс па? Себебі ана жерде ол айтылмаса, ол аналармен сөйлеспесе, қалай оның анаған пәленбай миллиондаған или болмаса миллиардтаған нелерді бәрін бөліп береді өз иелеріне. Мысалы, қараңыз, мен бірақ ауыл округін айтып өтейін. Мысалы, міне Түркістан облысы, Сайрам ауданы, Қарабұлақ елді мекенде үлкен сөйердегі базары да бар, басқасы да бар, Қазақстанның барлық жерден сөйерге Ресейден де керек болса, мал шаруашылығы бүткіл барлығы өте жақсы дамыған, өздеріңіз жақсы білесіздер, ет өнімдері де, сүт өнімдері де, фудмастер біздің ауылдан арнайы нелердің машиналарын қойып, солар біздің ауылдың сүтін күнделікті тасымалдап, осы облыстарға бәрін жіберіп отыр. Енді ет өндіру мәселесі бойынша етті біздің Астана, Алматы, басқа облыстарға да сол ауыл округінің ауылдағы тұрғындар әрбір үйде малсыз үй соқтың ба, оның қасында жанында бір 5-6-10 мал сиятын сарай әлбетті болу керек. Ол жеке өзінің қосалқысы. Ол сиырын сауат, өзінің етін өндіреді, сонымен сүтін алып кетеді, сонымен күнні көріп отырған ел жұрт. Күнделікті осы. Мысалы, мен өзімді алатын болсам, өзімде де үйде сиырымыз бар, Құдайға шүкір. Қыздарымда, балдарымда сиыр ұстамасақ біз үшін үлкен бір не, ауылда тұрғаннан кейін. Ауылдық бүткіл, мен ойлаймын, мына бүткіл Қазақстан біз енді барлық жерде біз дамып жатырмыз. Мемлекет қолдау көрсетіп отыр. Бірақ осы мәселені жергілікті жерде дұрыс жолға қойып, дұрыс бағытпен түсіндірілетін болса, мына субсидия алушылар да, мына шаруалар да ертең өзінің алдына ертең жауапкершілігін арттырмай, ертең олар жауапкерші болу керек. Шаруалар да жауабını беру керек.
сол жердегі кім не қылып берді? Мысалы документтердің құжаттарын турлап беріп жатқан адамда ертең ашкерленіп ел жұрттың алдында көрсетіп беру керек. Вот сонда ғана бұл мәселелердің алдын алған боламыз. Сонда кейінгі адам айтады, міне дейді, кеше дейді мынау сотталды, мынау бүгінгі неде мынадай жағдай болды. Сондықтан ертең кішкентай болса да ішіп отқан суында түфлеп ішетін бір заманға айлану керек. Себебі субсидия бұл мемлекеттен беріліп отқан қаржы, қолдау. Дұрыс айтасыздар, бұл салада енді жемқорлықта проблема да көп, жыл сайын шаруалар да шығып жатады. Бюджетке де қазір бағындырып қойды ғой, бюджет ақша таусылса болды, сен де өтініш бере алмайсың деген сияқты. Жылда көктемде бізде дау болады. Жалпы субсидияның өзі бұл ашық, әділ берілу үшін не істеуіміз керек? Мүмкін сізде бір ұсыныс бар шығар? Мен өзім Көкшетауда бізде сенбі сайын ауыл шаруашылық жәрмеңкесі өтеді, ярмаркасы өтеді. Сол жәрмеңкеге мен әрқашан қатынасым, жәрмеңке сайын қатынасам. Өзіміздің ұстап отырған ағамыз айтқандай малымыз бар, соның етін апарып сатамыз. Енді асыл тұқымды малдар, ангус тұқымды ангус малдары. Сол сатып атқан еттердің, аудандардан, Ақмола облысының аудандарынан келген еттердің сапасын қараймын, мониторинг жасаймын. Кім қандай ет сатып атыр екен деп. Енді өзіміздің әкелген етімізді де, бізде жаңағы ем подсосқа жіберген сиырлар, бұзауларды. Олар мықты жақсы өседі, еттері де мраморный болады. Соны жаңа мониторинг жасап жүргенде байқаймын, кім мына жерде ет сатып тұр. Қарап тұрсаңыздар, жай ғана шаруа қожалықтары ауылдан келген. Өздерінің бір сиыр, екі сиыр соны сатып отыр. Олар субсидия алмаған, инвестиция көрмеген, оның не екенін білмейді. Сол 1800 теңгеден, 2000 теңгеден, 1500 теңгеден етті базардың соңында қайтап. 2300 теңге. 1300 теңгеден сол базардың соңында етті сатып, сол алған нәпақасына риза болып, мәз болып, елдеріне қайтады. Кейбіреулер сата алмай кетеді. Сонда жаңа жерде мен қарағаным, мынау инвестиция проектісіне қатынасқандар, жобасына қатынасқандар, не болмаса үлкен субсидия алғандар, аузын толтырып осындай үлкен бордақылау алаң салдық деген осы біздің Ақмола облысындағы бордақылау алаңдарының өкілдерін көрмейсің ана жерде. Олар енді субсидия алып отыр, инвест проектке қатынасып отыр ғой. Олардың еттері меніңше бізден де арзан болуға тиісті. Бірақ біз жеке ауыл шаруашылық жаңағы шаңырақтар иелері сол еттерін сол 1500 теңгеден сатқанға мәз болып отырмыз. Ешқандай субсидиясыз, ешқандай инвест проектсіз. Енді қараңыз өзіңіз, біздің мынау Зеренді ауданы, Ақмола облысының Зеренді ауданы бойынша бізде мынау жаңа айтып кеттім ғой, 80-90 ауыл бар екен. Әрбір ауылдың жаңағы ауылдың жартысы ауылдар 45 ауыл болса, сол 45 ауылға ең кемінде бір 100 сиырдан ұстасаң өзі сол жаңағы инвест проектке қатынасып жатқан, субсидия алып жатқан үлкен Казбиф деген үлкен бордақылау алаңдарына сол жерге қаншама мал апарып беруге болушы еді. Ауыл шаруашылығының жаңағы ауылда тұрған кісілерге ол көмек болушы еді. Анау инвест проектке қатынасып жатқандарға көмек болушы еді. Ешқандай азынаулақ қана субсидия берсе. Енді мен Төлеутай мырза жыл естеймін, жиі естеймін, осы субсидияның өзі бізде миллиардтаған капиталы бар, ірі шаруа қожалықтарына ғана арналып жасалған жоба деп. Сондай? Енді осы туралы көптен бері мен де өзім жеке айтып келе жатырмын. Мысалы тәуелсіз сарапшы ретінде жаңағы Бәкеңнің де Қабекеңнің айтып отырған екі мәселені айтып отыр. Ол енді қазіргі ауыл шаруашылық министрлігінің қазіргі басшылығының ұстанымы. Біріншіден осы субсидияларды мемлекеттік қолдау шаралары ретінде қол жетімдігі бүкіл тауар өндірушілерге жету керек. Бүгінгі күні өкінішке орай субсидиямен арзандатылған несиені менің есебім бойынша 220 мың шаруа қожалығы бар, 17 мыңнан астам заңды тұлға бар, осы ауыл шаруашылық өнімін өндіріп отырған. Солардың 3-4% ғана ала алады. Қалған 3-4 ғана пайызы. Қалғандардың тіпті мұрындарда иісі де бармайды осы қолжетімділік, жаңағы мемлекеттік қолдау шаралардың мысалы. Ол бір жаңағы қолжетімділігі. Екіншіден жаңа Бәкеңнің айтып кеткені, субсидия берілгеннен кейін бұл алған шаруа қожалықтары мысалы олардың жауапкершілігі болу керек. Алдым субсидияны, орнына не бердім? Дұрыс. Ол жай ақшаны алады, Аллаху акбар, ол ақша кетеді. Мысалы мемлекет үшін құмға құйылған су сияқты. Әрине алған адам ол өзінің пайдасына пайдаланады. Сондықтан осы екі жағын біз ұмытпауымыз керек. Одан кейін жаңа берілген субсидияның тиімділігі. Мысалы осыдан 2-3 жыл бұрын мысалы осы ірі қара мал туралы.
3000-нан астам ірі қара мал басы малы бар шаруалар ғана субсидия алатын. Ал мен 3000-нан астам. Ал мен сіздерге байдың өзі ала алмайды ғой, ондай мал жоқ қой. Ал мен сіздерге айтайын, статистика мәліметтеріне сүйенсек, мысалы топталған жаңа шаруа қожалықтары бүгінгі күні ірі қара малмен айналысатын, ұмытпасам 35.352 шаруа қожалығы бар. Соның ішінде топталған 20 басқа дейін, 50 басқа дейін, 100-ге дейін, 200-ге дейін ең үлкен тобы мысалы 500 бастан әрі деген. Сол 500 бастан әрі қарай малы бар шаруа қожалықтардың саны 352 ғана. Бірақ процент шаруа қожалықтарын. Сонда жаңа 1000-нан астам... Қанша дедіңіз? 352 352 шаруа қожалығы. Сонда демек 352 шаруа қожалығынан ғана, мысалы 50-60-ы ғана потенциалды түрде жаңа субсидияны алуға құқығы бартын. Қалғандарының тіпті ереженің ішінде жоқ деуге болады. Жол жоқ. Осылардың барлығында қазір айтып отыр, жұмыс тобы құрылған, ауыл шаруашылық министрі Ербол Қарашөкеевтің бұйрығы бойынша осы жаңағы кемшіліктердің бәрін жою, жол бермеу. Біріншіден жаңа қолжетімдіктік, екінші жаңа жауапкершілік, үшінші субсидияның тиімділігі. Қалай? Мемлекет бергеннен кейін сұранысты болу керек па? Дұрыс айтасыз. Жауапкершілік болу керек. Мен осы мәселеге бір толықтыру бір кіргізсем деп отырмын. Біз ана кездесулерде жүргенімізде көптеген шаруалар, көптеген мына мысалы бізге сұрақ туындайды. Айтады бізге, сұранады. Мен дейді мемлекеттен ештеңе алып жатқан жоқпын. Міне менің 10 сиырым бар. Или болмаса бордақылап жатырмын, 20-30 малым бар. Міне дейді, маған мемлекет тарапынан ешқандай қолдау жоқ дейді. Но бірақ мен мемлекетке ет өндіріп, менің өндірген етімді анердегі бағана айтқан, міне Тәкең айтып өтті. Анердегі өздер сою алаңдары ашып алған адамдар арқылы ғана, өзі саналу адамдар ғана солардың есебіне өтіп кете береді ол. Түсіндіңіз ба? Ол жеке шаруаларға міне қазір Әбекең айтқан сияқты нелері жоқ. Сондықтан біз субсидияны... Сою алаңда солардың есебінен жүріп жатуы мүмкін, бірақ әкеліп жатқан ұсақ-ұсақ шаруашылықтар. Енді осы мәселені біз мынаны бір жолға қою мәселесін біз халыққа дұрыстап түсіндіруіміз керек. Жергілікті жерде, мысалы заң қабылданғаннан кейін осы заңды жергілікті жерде мына ауыл шаруашылығы субсидия мынау деп оны ашық түрде болу керек деп есептеймін мен. Ашық түрде болмай, халық өзінің санат сезімі жетпейді, оны барлығы оқыту керек дейді, оны не қылу керек. Бірақ ауыл шаруашылығының бөлімдері отыр аудандарда, облыстарда мамандары отыр. Соны түсіндіру бағана бұқаралық ақпарат құралдары арқылы. Одан кейін барып жазып, соның барлығын ескінде жазып, ашық түрде көрсетіп қойылатын болса, анердегі шаруаларда уже өздері көріп, мына менің алуыма менің правам бар, менің мынадай жағдайым бар деп өздері әрекетін жасайды. Сондықтан мынау мәселені біз әлі де болса қолға алып, осы мәселені ауыл шаруашылығы министрлігі, мына антикор өздерінің бір ұсыныстарын дайындап біз бердік деп отыр. Бұл мәселенің барлығыны мен ойлаймын, мына болашақта мынау кеткен ақаулардың бәрін түзету үшін біраз жұмыстар жасалады. Заңдардың өзгерістері де болуы мүмкін, заңдарға да бір кейбір нелерге де бір нелерге. Расымен Ғайнижан мырза, сіздер бір тексеруші орган ретінде осы талаптарды байқап көрдіңіз ғой. Субсидия қарапайым шаруалар үшін қаншалықты қолжетімді екен? Не түйдіңіз? Жалпы енді орын алған тәжірибе және қолданыстағы ақпараттық жүйеде, қолданыстағы ережелерді көрсетіп отыр. Талап өте жоғары. Жүйелерде кемшіліктер бар. Сәйкесінше олар қарапайым өнім өндірушілерге, фермерлерге қолжетімсіз. Және де жоғарыда ағаларда айтып өтті, талап өте жоғары, 5000 мал бар, кісілер ғана, шаруа қожалық иелері ғана субсидияға. Ал біздің олардың саны санаулы бізде. Ал біздің басты мақсатымыз осы талдауға кірген кездегі өзіміздің тарапымыздан ұсыныстар енгізе отырып, субсидия берудің әділ және ашық жүйесін қалыптастыру. Себебі мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау ол барлығына жақсы, онда сіздің ұсыныстарыңызға шағын ғана үзілістен соң тоқталсақ, рұқсат болса, арнамыздан ауыспаңыздар көрермен. 6-8 мың теңге тонна. Төлеутай мырза, тікелей эфирге қосылыппыз, хабарымызды жалғастырайық. Құрметті көрермен, бүгін тақырыпына субсидиялау жүйесіндегі жемқорлық жайында енді қарасақ, егін, дәнді дақыл егіп жатқан, мал өсіріп жатқан ағайынға бір қолдау болсынша. Бұлар енді ішкі нарықты өз өнімдерімізде қамтамасыз етейік деген мақсатта, бұл халықтың салықтың ақшасынан беріп жатқан субсидия ғой. Енді бұл жерде де енді мына көлеңкелі тұстар өте көп. Менің бір қарным ашқаны жарайды. Ол басқармадағы шенеуніктердің құжатты жалған жасаған өз алдына мына ұлттық аграрлық ғылыми
орталық мамандары да мына жемқорлыққа барған екен. Бұл жерде мына Түркістан дейді, Атырау, Жамбыл, Ақтөбе облыстарының өкілдері менеджерлік жүйелі түрде шаруалардан заңсыз сыйақы алып, субсидияға өтінішті мына қабылдауды білетін қолдау, мына Плем KZ сынды порталдарда тіркелген мәліметтерді өзгертіп келген дейді. Біз енді цифрлық технология не үшін негізі қағазбастылықты азайтайық, жемқорлықты жояйық деген мақсатта. Ғанижан мырза, бұны қалай әшкереледіңіздер? Мен айта кетейін, рұқсат болса, жаңағы өзіңіз айтқан ұлттық аграрлық ғылыми білім беру орталығының осы былтыр ғана Қазадайдады басшысы болдым. Кезінде Қазагромаркетинг акционерлік қоғамы болған. Соған тиісті жаңағы малды идентификациялау жүйесі соған қарасты болған. Ол жабылған кезде осы ғылыми білім беру орталығына ауыстырылған болатын. 11-12 маман жаңағы жүйе бойынша талап қойылған. Мысалы, тиісті малмен жасалған манипуляцияның барлығы жергілікті ветеринарлық дәрігер кіргізетін жүйеге. Вакцина берілсе, басқасы, мысалы, тіпті сойылса, соның бәрін ақпаратты сол кіргізетін. Ал бірақ үш көрсеткіш бойынша тек қана жаңағы осы орталықта отырған операторлар ғана кіргізуге құқығы бартын. Ол туған жылы, жыны және тұқымы. Сол 20 жылдың басында субсидиялау ережелерінде өзгеріс кіргізген. Енді анда-санда айына 1 малға, 2 малға, 5 малға ұсыныс келетін. Енді жергілікті аудандық вет дәрігер, мысалы, қателесіп, еркек малды ұрғашы деп жазып қойды. 17 жылғы туған бұзауды 19 жыл деп жазып қойды, осыны өзгертіп беріңдерші деп. Ол айына біреу-екеу келетін. Ал 20 жылы сәуір айынан бастап 2000, 5000, тіпті маусым айында, егерде мен ұмытпасам, менің мамандарым жүгіріп келді, бір айда 30 000 ұсыныс кепті. Сол не сұмдық, не болды бұл деп, жаңағы мамандарымен мен талдау жұмысын жасасам, жаңағы субсидияға ереже енгізілген. Ол ереже бойынша субсидия тек қана 2 жасқа дейін малға берілген, бір арнайы тұқымға берілген. Енді әрине елдің бәрі ақша алғысы келеді, сонымен жаңағы өзгерістерді кіргізуге ұсыныстар келді. Сол кезде мен сол кездегі министрліктің басшылығына барып айттым. Мына ережені өзгерту керек. Бір айда 30 000 ұсыныс келсе, 12 айда 360 000 ұсыныс түседі. 12 айда, бір жылда. Ең арзан субсидияның түрі 10 000 теңге. Көбейтіңіз 3 миллиард 600 миллион теңге. Ертең бұл үшін сұрайды. Тиісті органдар сұрайды, мемлекет сұрайды, үкімет сұрайды, президент сұрайды. Бұл не үшін? Неге көбейді осыншама деп? Міне, осы жолы. Жалпы менің ойымша, өзі жаңағы 50 шақты түрлі субсидияның орнына бір 4-5 түрін ғана қалдыру керек деп есептеймін. Не ғұрлым түрі көп болғанмен. Кейбір сарапшылар бар ғой, тіпті осы субсидияны алып тастау керек. Жоқ, ол дұрыс емес. Бірақ енді шығыны көп салаға бұл ауыл шаруашылығы. Шығыны көп, одан кейін оның ішінде біздің Қазақстанның 7 айлық, мына солтүстік облыстардың 7 айлық қысы бар, басқасы бар. Тіпті басқа да мемлекеттер. Қысқартқан еді бір 4-5 қысқаш бір ауыз сөзді айтып беріңізші. Біріншісі, фермердің кез келген фермермен, міне Қабекең тұр. Ең бірінші не керек сізге? Ауыл шаруашылық жүргізу үшін арзан ақша керек. Ұзақ мерзімді, дұрыс па? Жалпы ақшаңыз болса, сіз тыңайтқышты да аласыз, тұқымды да аласыз, басқасын да аласыз. Жалпы бір мәселе көп 90%-ын шешіп тастайтын сияқты осы. Екіншісі, менің есебімше, жеке осыны мен 4-5 жылдан бері жазып келе жатырмын, ол жанар жағармайды. 200 теңгеден 2 есе арзандатып 100 теңгеге дейін. Оның ішінде ол жанар жағармайды 365 күн, 1 қаңтардан бастап 31 желтоқсанға дейін арзандату керек. Қазіргі сияқты 2 рет қана емес жылына, көктемгі дала жұмыстары мен күзгі дала жұмыстарының алдында ғана емес. Осы 2 рет біз арзандатамыз дейміз де, әңгіме көбейетті, одан кейін жаңағы жанар жағармай станцияларында бағасы өседі. Осы екіншісі, үшіншісі мал азығын арзандатуымыз керек. Мал шаруашылығымен айналысамыз дейміз. Біз 30 жылдың ішінде малға тіпті комбикорм беруді қойдық. Дұрыс айтасыз. Тек қана жем шөп өсіруді қойдық. Төртінші. Осы 3 түрлі жалпы бүкіл жаңағы ауыл шаруашылық тауар өндірушілерді, одан кейін 2 түрі меніңше жаңағы кооперативтерді стимул ретінде, кооператив қалатын жабдықтың 50%-ін инвест субсидия ретінде, одан кейін кооперативтердің өз мүшелеріне көрсетілген қызметтің құнын субсидиялау үшін. Осы 5 түрі жетеді деп есептеймін. Осыған қазіргі күні бюджеттен бөлініп отқан 300 миллиард теңге, 350 миллиард теңге толығымен жетеді. Толығымен жетеді дейсіз ғой. Бұл керемет ұсыныс не? 350 миллиард теңге.
осы саланың ішіне тағы бір мәселені мен қосып айтқым келіп отыр. Бұл мәселе, мысалы, міне қараңыз. Қазір ғана электр энергия мәселесі. Электр энергия мәселесі кейбір шаруаларда өздерінің бағана складтары бар. Складтарын оларында ұстап тұру керек. Оғанда, мысалы, электр энергиясыз бәрі күн көру мүмкін емес. Сондықтан мұнан егер электр энергия, бағана айтқан жанар-жағар май, бағана айтқан кредитованиясы бар, бағана айтқан елермен болса, 4-5-6 болса, соның өзіне ашық түрде көрініп тұрады. Әрбір шаруа өзінің тірлігін жақсы біліп отырады. Бұл жерде бағана мыңдаған, или болмаса 500 деп, или 400 деп, или пәленбай қарабас бас малы болу керек деген мәселені алып тастау керек деп есептеймін. Дұрыс айтасыздар. Енді бүгінгі күнгі кооператив туралы айтып қалды ғой. Соған байланысты сұрағым бар. Президент былтырғы жолдауда да айтты, мына кооператив құрып жұмыс істейтін шаруаларды біз міндетті түрде қолдауымыз керек деп. Қысқаша бір үзіндісін тыңдап алайықшы. Экранға берсеңіздер, режиссер. Кооперация шаруашылықтарға шикізат сатып алу, өнім өндіру және оны сатуды ұйымдастыру барысында күш жұмылдыруға мүмкіндік береді. Ауыл еңбеккерлерінің ауыр жұмысы тым арзан бағаланады. Бұл жасырын емес. Табыстың басым бөлігіне алып сатарлар кенеліп жатады. Сондықтан субсидия және салық жеңілдіктерін беру бағдарламалары аясында ауылдық жерлердегі кооперацияны ынталандыру үшін тиісті шаралар топтамасын әзірлеу қажет. Енді ауыл жердегі ағайынды субсидия арқылы ынталандыру керек деп жатыр, е? Сол ауыл жерлерде осы тапсырмадан кейін бірігіп мал бағып жатқан ағайындардың көбісі бірақ субсидия ала алмай жатырмыз дейді. Не кедергі? Басты кедергі не сіздерге? басты кедергі мінекей бүгінгі күнгі мынау жер, жайылым жер жоспарлауы. Жайылым жер жоспарлауы. Екіншісі мынау жайылымды басқару жоспары және жайылым айналымы схемасы. Міне осы схеманы қайдан алған белгісіз. Мынау жаңағы субсидияның ережелерінде. Қай заңдан алған белгісіз. Үсті ауыл шаруашылық министрліктен келген қағида дейді. Бірақ бұны кім орындайды? Маслихат орындай ма, акимат орындай ма, ауыл шаруашылық жер байланыс комитеттері орындай ма? Оның механизмі жоқ. Сол кедергі болып тұр. Осы екі қағазды ала алмай отырмыз. Осы екі қағаз болмаса, субсидияға қағаз тапсыра алмаймыз. Бұның өзі, мысалы, бұл жер кодексінде көрсетілген талаптар. Мысалы, жерді жалға алғаннан кейін фермер, ауыл шаруашылық тауар өндіруші жаңағы екі талапты орындап отыру керек. Міндетті түрде. Әрине, бүгін сізге бұл жаңалық сияқты болып көрініп отыр, сіз білмейсіз, соны қалай істеу керек, қалай нету керек. Соны жаңағы Бәкең айтқандай білім тарату керек. Ақпарат тарату керек. Одан кейін көмектесу керек шаруа қожалықтарына, жаңағы осы жердің егерлеріне, мысалы, қалай жасайды оны? Біз кооператив құрдық. Ауыл шаруашылық кооперативін құрдық. Ол ауыл шаруашылық кооперативінде 200 жанұя бар. 200 жанұя бар. Бір сиырымен, екі сиырымен, 5 сиырымен мысалы. Олардың бәріне мынау жайылым жер басқару бағдарламасын қалай оның бәрін жеткізесіз? Жоқ, ол әрине, ол жаңағы тұтынушы қызмет көрсету, жоқ, тұтыну қызмет көрсету кооперативтеріне бұл талап болмау керек. Ол егерде өндірістік кооператив болса, өзінің жері болса, ол жерде өнім өндіріп, онда сам қайдан шығады? Қараңыздар, соңғы 5 жылда бұл субсидияның талабы да 40 жерде өзгеріпті ғой. Енді міне құжат жинай бастағанда талап өзгеріп кетеді дейді. Одан ауыл жерлерде талдымыз айтқандай қолдау кезетті электронды жүйесі арқылы қалай өтініш беру керегін, неговқа қалай тіркелу керегін білмейтін де шаруалар көп. Білмейді. тіпті фермерлер содан кейін қолдау емес, қорлау деп ат қою олар. Қорлау деп. Интернеттің өзі жоқ. Мынау мал дәрігерінің ауыл жерлер интернеттің өзі жоқ. Мал дәрігердің соңында жүргенің. Мал дәрігер өзі барып интернетін ашады, істемейді. Телефоныңды аласың, біреуге хабарласайын десең, істемейді, интернет жоқ. Енді оның жанында отырмайсың ғой, қашан интернет болатын. Мал дәрігері өзі бұлай да жетіспей жатады. Өзі ауылда. Соңында жүргенің ақшалары аз. Қыстың күні, жаздың күні, жаңағы жауында, шашында өздерін аяйсың мал дәрігерлерін. Бұлай жүргенде. Мысалы, Төлеутай мырза, бюрократия, қағаз басылықтың бейлін азайтатын жол табу керек сияқты бізге. Енді сіз кеңесші болып барғанда іштей қуандық, бұл саланы жақсы білесіз. Өмір бақи ұсыныс айтып келе жатсыз. Енді басшылықта құрам өзгеріп жатыр. Бірақ енді сіздің қолыңызда құзырет бар ма? Ойыңыз жеткізе алатын, өткізе алатын. Енді ұсыныс беруге, ұсыныс енгізуге әрине құқығым бар. Мысалы, оны беріп жатырмыз.
бір қуандырады, жаңа министр ол ұсыныстардың барлығын тыңдап, мысалы жаңағы тиісті тапсырмаларын беріп отыр әрине. Мысалы қазір осы заң жобасын да әзірлеп аяқтап қалдық біз жаңағы отбасылық шаруашылықтар туралы. Мысалы мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша. Одан кейін 2030 жылға дейін арналған мысалы агроөнеркәсіп кешенінің даму тұжырымдамасы, оны да әзірлеуін аяқтап қалды. Осының ішінде барлығында жаңа көрсетілген, мысалы осы ережелердің, басқа құжаттардың мысалы санын азайту жолы. Неғұрлымды менің жалпы өз пікірім, осы шаруа қожалықтарын басын ауыртпау керек. Осы мемлекеттік қолдау шаралары үйіне дейін, даласына дейін, фермасына дейін жеткізіліп берілу керек. Бұлар жүгірмеу керек, қолын босату керек. Шаруа қожалықтардың таңертеңнен кешке дейін айналысатыны тек қана бір жұмыс болу керек. Ауыл шаруашылық өнімін өндіру. Болды. Арзандатылған несие болсын, субсидия болсын, басқасы болсын, қандай да болса, мемлекеттік қолдау болатын болса, үйіне дейін жеткізіліп беру керек деп. Ғанижан мырза, осы талдау нәтижесінде бізде бір нақты ұсыныстарды білдіретін боламыз дедіңіз ғой. Мен осы туралы бір ауыз айтсам бола ма? Қысқаша ғана. Негізі талдаудың нәтижесі бойынша 47 жүйелі кемшілік анықталды. Солы 47 жүйелік кемшілік. 47 кемшілікті жою бойынша 167 ұсыным әзірленді. Олардың басым бөлігі сол ережелерді одан әрі жетілдіру. Бағана жоғарыда атап өткенде 13 ереже бар. Әрқайсысы әртүрлі жылда өзгеріп тұрады. Сол тәжірибені тоқтату мақсатында бірыңғай барлығына қол жетімді субсидияны қамтамасыз ететін ережелерді әзірлеу ұсынылып отыр. Одан кейін 4 ақпараттық жүйе бар. Оларда жұмысында ақаулар өте көп. Сол 4 ақпараттық жүйенің орнына бір ғана жүйе болса, оның өзі де барынша қол жетімді болатын болса деген ұсыныс. Және де ең басты талап субсидияның мақсаты бойынша пайдалану үшін лауазымды тұлғалардың министрлік болсын, ауыл шаруашылық басқармалары болсын, өңірдегі сол лауазымды тұлғалардың жауапкершілігін тікелей енгізу. Яғни қадағалау механизмдерін енгізу. Жауапкершілігі бар ғой сенің. Жауапкершілігі қазір бар ғой. Ережелерде қарастырылмаған тікелей мысалы. Бәрібір оны берілген суммаға ол жауап беру керек қой бәрібір. Нысаналы мақсаты бойынша. Айналып келгенде шаруаның өзі жауапты болып тұр ғой. Жоқ, шаруада берген адамды өзі не қылу керек қой барлығын. Қазіргі кезде қолданыстағы ережелерге талаптарына қарайтын болсаңыз, мәліметтердің шынайылығына тек қана фермерлер жауапты. Көрдіңіз бе? Бір жақтан барлық жауапкершілік фермерлердің мойнына іліп қойған. Сондықтан басқарма фермер осындай ақпарат берген дейді, сонымен құтыла салады. Сондықтан мемлекет тарапынан ақша бөлінді ма, судың да сұрауы бар. Сондықтан да лауазымды тұлғалар да ол шешімді қабылдаған кезде, субсидия беру кезінде ақпараттың шынайылығына толыққанды көз жеткізу керек. Айтыңыз, Бақыт. Мен осы мәселе бойынша қазір мен жаңа тұжырымдама бойынша мына жаңа заң жобасының несін мен концепциясын көріп танысып шықтым. Осы міне қазір Төкең айтып отыр, біз мұнан бәрін дайындап, бәрін бердік деп. Енді ол әдемі парламентке келеді. Оған дейін мұна әлі талдау жасалу керек. Әлде мысалы жеке-жеке әрбір регион бойынша ауыл шаруашылығы министрлігі тарапынан мысалы осы мәселені бір толыққанды түсіндіріп керектін әр регион бойынша алуымыз керек. Сонда ғана мына біздің қабылдайтын заң жобамыз ертең міне парламент келген ішінде біреу аяққа кетіп қалуы мүмкін, біреу бұяқта қалып кетуі мүмкін. Бұл жұмысты бастадық осы өткен жұма күні ғана. Мен айтып болайын. Атамекен палатасымен 100 адамдай қатысты бүкіл 14 өңірден. Жалпы дегенім ғой. Дұрыс. Сіз мен оны бастағаныңызды, басқаңызды біз біліп отырмыз. Бірақ мынау мәселеде қазіргі біздің әрбір ауыл шаруашылығы бүгінгі таңда ауылда тұратын тұрғындардың саны бізде 40%-дан астам ауыл тұрғындары бар, жастарымыз бар. Ертең мына жастарымыз қалаға келіп жұмыс іздеп, анерге барып жұмыс істеп жүргеннен көрі өзінің қосалқы шаруашылықтарында жұмысты атқаратын бір жағдайға алып келуіміз керек. Оқитындар қалаға келеді, жұмыс істейтіндер келеді, бірақ ауылдағы тіршілігін көріп отырған ауыл шаруашылық тауарларын өндіріп отырған біздің ертеңгі тауар өндірушілерімізді біз тағы да толыққанды соларға да түсіндіру жұмыстарды қолға алатын болсақ, министрлік тарапынан, жергілікті атқарушы органдар тарапынан керек болса осы мәселе бойынша біз кездесулерге шыққанда біз де осы мәселені айтуға дайынбыз. Осымен жұмыс жасауымыз қажет етеді деп ойлаймын. Айтыңыз жаңа. Субсидия туралы мен айтайын деп едім. Қазір мына ауыл шаруашылық ауылда отырған жеке меншік мынау шаруа қожа иелері осы бағдарламаны көріп отырған шығар. Бәрінің жаңағы сөздің аяғы керек. Мынау
биылғы жылғы субсидияның жағдайы не болады, сосын ендігі жылғы 22-ші жылғы осы қағаздар тағы да қағидалар қала ма, соны мен сізден сұрайын деп едім. Ендігі жылға біз үміттенеміз бе субсидиядан ауыл шаруашылық жаңағы шаруа қожалары не болмаса жаңағы ауыл шаруашылығы жаңағы кооперативтерді жабуымыз керек пе екен? Жоқ, жаңағы ол сұрағыңызға рахмет, Қабеке. Министрдің ұстанымы бұл ережелер тұрақтылығы болу керек. Қайшы айтқанмен, жаңағы Бәкең айтқандай, жылда 2-3 рет ауысып тұрмау керек. Тұрақты болу керек ережемен. Енді жалғыз бір нәрсе айтатында, бұл көлемі қалады. Мысалы, жаңағы айтып отыр ғой, енді 350 миллиард тура сол қалмайтын жерді, 250-280 миллиард ол қалады. Түрлері де әзірше 2022 жылы қалады. Бірақ жаңағы жолдары қалай болады, оны қазір жылдың аяғында, одан кейін бір жыл бойы өзгеріс енгізуге жол берілмейді. Мынау 70 кісі отырды ғой өткенде жер комиссиясында. 70 кісі отырып, жер комиссиясында осы жер мәселесін талқылады. Сол кісілер талқылағанда мынау жайылым жер туралы мәселені біреу де көтерген жоқ. Жайылым жер туралы мәселе болды ғой жерде. Радиосын белгілеу елді мекендердің маңындағы. Жоқ, енді мынау үйдегі жеке шаруа қожалығы. Жақсы, ол енді жайылым жер өз алдына бір тақырып. Жаңа сіз сөздің соңына қосалқы шаруашылық дедіңіз, президент үкіметі тапсырма берді. Уақытымыз өте аз қалыпты, отбасылық шаруашылықты дамытуымыз керек деген сияқты. Тойлы мырза, бұл жеке өз алдына бір тақырып. Қысқаша ғана бір ауыз жоқ деген ойыңызды білдім келеді. Осы отбасы шаруашылыққа субсидия беру керек пе, жоқ па? Жеке әр отбасылық шаруашылыққа субсидия беру керек жоқ. Бірақ стимул ретінде жаңа кооперативтер құру үшін осы кооперативтерге жаңа айтып кеткен 5 түрінің 2 түрлі уәдеңіз берсеңіз осы тақырыпқа жеке бір хабар арнай аламыз ба? Өйткені ауылда 200 сиыр бағып жан асырап отырған семьялар өте көп. Бұл енді менің көкейімде жүрген сұрақ. Жақсы. Әр кез келген уақытта шақырсаңыз. Құрметті спикерлер, уақыттарыңыз бөліп келгендеріңізге рахмет. Біз енді мына құрттаған ағашты көбінде осы бұтағынан емдейтін сияқтымыз. Бірақ тамырынан құрттаған ағаш ол бұтағынан емделмейді ғой. Сондықтан біз мың жерден керемет бағдарлама жоба ойлап табайық, бірақ жемқорлықты жоя алмасақ, оның барлығы далбаса деп ойлаймын. Басқа айтарым жоқ. Аман түзеліскенше.